Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінгіде сол сауал тақырып референдум. Бұл референдум өтірік референдум. Оған жаңағы бармаймыз, бойкот жариялаймыз. Біз бармасақ та оны шешіп алады дегендерге айтқым келеді. Ол өз еріктеріңіз, ол конституциялық сіздердің құқықтарыңыз. Бармасаңыз, жаңағы сіздердің дауыстарыңызды ұрлауы мүмкін. Ал егер бармай жаңағы бойкот жарияладым деп, соны суретке түсіріп, соны желіге салып, немесе біздерге салсаңыз, ол кезде жаңағы олардың кішкене ұрламауы мүмкін. Кішкене болса да біз жаңағы өзімізді қауіпсіздендіргеніміз солардың сондай қулығынан, ұрлықтарынан. Міне сол ал жаңағыдай ол жерге көп жаңағы неде жұмыс істейтіндер, мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтіндер, полицияда, әскерде, жаңағы дәрігерлер, мұғалімдер, олардың бармасына қоймайды, оны білеміз. Міне сол үшін де жаңағы ол жерге барып, мынандай қулық жасауға болады. Барып, сол жерге соңген жаңағы суретке түсіп, оларға керегі сол, соны келгендеріңізді дәлелдеп, бірақ жаңағы бюллетенді алмай, сол жерге дауысты бермей шығып кетсеңіздер болады. Егер жоқ, бақылап тұрады екен болса, ол кезде жаңағы бюллетенді алып, ол жерге жоқ деп жазып, соны гармошкалап, салып, бюллетенді бүлдіріп кетсеңіздер де болады. Ол кезде ол есептелмейді. Міне осындай жолдары бар. Тағы да жолы жаңағы барамыз, даусымызды береміз, жоқ деп жазамыз десеңіздер, сол жоқ деп жазып, соны суретке, бейне жазба түсіріп, соны қағаздарыңызды, бюллетендерді жаңағы гармошка қылып орап, соған салсаңыздар болады. Көбісі жазып жатыр, ой, біздің қазақ қорқақ, біздің қазақ сондай деп. Қазақтар қорқақ емес, қазақтар ынжық емес. Қазақтардың жаңағы жүрегін шәйілтіп тастаған талай рет айттым, жаңағы 86 жыл бірінші рет жүрегін шәйілдірді, одан 11 жылы жүрегін шәйілдірді, одан қанды қантар, міне осылардың бәрі халықтың жүрегін шәйілдіріп кетті. Содан халық кішкене қорқақтайды. Сол үшін тағы да айтатындар жаңағы сауатсыз, саяси сауаты жоқ. Біздің бәрімізде саяси сауатымыз жоқ. Ол жаңағы сауатсыз қылып отырған үкімет. Жаңағы бәрін біреуден көресіңдер, сондай әдеті бар деп, жаңағы қазақтың сондай әдеті бар, біреуден көреді бәрін деп. Жоқ, ол біреуден көргендігі емес, ол шынымен де сондай. Мына білімнің бәрін ақылы қылып тастады, ақылы білім аласын. Ол жерге екінің бірінің шамасы келе бермейді. Одан қалды мынау тесттар. Кезінде естеріңізде, қазірде енді білмеймін қандай екен, бірақ енді ол жерде мектептің өзінің мынау сұрақтары, тесттары, ол жаңағы не? Қайдағы жоқ сұрақтарды көп оның ішінде. Ол жердегі жаңағы оқулықтарды балаларға сабақ оқытатын оқулықтардың өзі қатемен жүреді. Міне сондай қиыншылықтардың бәрін жасап қойған. Одан қалды ең басты біздің жаңағы саяси политикада, геополитиканы айтпағанда, сояқтан кішкене хабардарсыздығымыз, жастарымыздың ояқпен айналыспайтындығы, сол жаңағы кедейшілік апарып, кедейлікке тығып қойған жан жағынан. Еш қайда мұршасы болмасын, мойнын бұралмасын деп, міне сол кедейшілікке әдейілеп тығып қойғаны мынау үкіметтің халықты. Міне осыдан кейін қаяқтан оны жан жағына қарайды, қандай политикаға қарайды. Олар жаңағы сол бәр тіршіліктері
тезірек жаңағы өсіп, сол әке-шешесінің қиналғанын көргілері келмейді. Соны жұмыс істеп, қанша жұмыс болса да соны істеп, қандай қиындығына қарамай әке-шешелеріне көмектескісі келеді, бауырларын жеткізгісі келеді. Міне осындай қиыншылықтардың бәрін әдейі жасап қойған үкімет. Енді тағы да бір таныстарым бар, сол елде қазір олар. Енді жағдайлары шамалы орташа бай болмағанмен, иә. Міне оларды тыңдасаң, бұл қазақтар өздері кінәлі дейді. Сен білмейсің, сояқта отырғасын, сен білмейсің, бұл жердегі қазақтар өздері кінәлі, өздері жұмыс істегілері келмейді дейді. Өйтіп айту оңай әрине. Сен жаңағы жай ол кісілер маған солай айтып тұр да, мен оны білем. Қандай жолмен жұмысқа кірді, қалай жұмыс істеп жатыр. Соның бәрін біліп тұрған менің өзіме сондай әңгіме айтады, иә. Ал білмейтін жерде қандай әңгіме айтатыны қараңыз. Сонда қазақты қазақ түсінгісі келмейді. Менің айтқым келіп тұрғаны сол, жаңағы кішкене жағдайлары жақсы болғаннан кейін, міне бәрі, ал сенде бар көке, ол кісілерде жоқ қой. Көкесі жоқ кісілер, тәтесі жоқ кісілер қалай кіреді жұмысқа? Міне, кедейшіліктің бәрін әдейлеп, қолдап жасап қойғаннан кейін, қалай оны жастар жұмысқа кіреді, қалай оқуға кіреді? Міне, ол үкіметтің сондай жүргізіп отырған саясаты. Әдейі мынау жоқшылықтан халықтың көзі ашылмаса, тым-тырыс, міне құл болып, сол берген 5-10 тиынына, алған 5-10 тиынына әйтеуір мәз болып, құрсын әйтеуір аштық болмаса болды, ашықпасақ болды, деп соған көндігіп отыра береді. Сол үшін міне билікке сондай тиімді осы әдісі. Әдейі жаңағы халықты осындай кедейшілікке апарып қойғаны. Бұл кедейшіліктен бұдан құтылатын бір ғана жол, сол жаңағы X күнін жақындатып, тездетіп, мынау жастарымызға біз оларды қолдайтынымызды, сол X күні келген күні дайын отыратынымызды бәріне, сол X күні келген күні солармен бірге болатынымызды соларға білдіріп, X күніне дайын болып, жақсы күндерге бет алу керекпіз. Алға қазақ елі.